Сыр еліне жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек тұрғындармен кездесті. Білім саласына қатысты соңғы жаңалықтармен бөлісіп, ғылымды дамыту жайында сөз қозғаған министр тұрғындарға жеке қабылдау өткізді. Министрмен кездесуге келген әрбір тұрғынның көкейінде сауал көп. Өйткені соңғы жылдары білім саласына жасалған реформа түрлі түйткілдердің шетін шығарды. Балабақшадан бастап жоғары оқу орнына дейінгі білім алу жүйесіне енгізілген өзгерістер аз емес. Жаңашылдықпен қоса кемшіліктер де бар. Тіпті кейбір талаптар өңірлік білім ұйымдарына сәйкес келмейді. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек әр мәселенің мәніне үңіліп, жолданған сұрақтарға тосылмай жауап берді. 12 жыл оқығаннан кейін көше сыпырып, дала сыпырып, үй сыпырмаса басқа мамандық жоқ. Ал енді университет бітіргендердің де жұмыс жоқ, олардың да диплом, қызыл диплом алып, таксист болып жүргендер көп. Сондықтан мен осы жүйені жөндеу керек деп ойлаймын. Жалпы орта білімнің жүйесін, сонда біз орта білімнің жүйесін жөндесек, жоғары білімде де жүйесін жоғары көтеререк. Көп жағдайларда өкінішке орай біздің балаларымыз мамандықта дұрыс таңдамайды. Сосын қатты қиналады сосын. Келесі жылдан бастап біздің ұлттық тестілеу орталығының негізінде екі үлкен платформа ашылады. Біріншісі Edu Navigator деген платформа. Оны үйретеміз, сосын бүкіл ұстаздарды ақырындап үйретуге бастадық. Әр мектепте кемінде бір кәсіптік бағыттаушы болу керек. Ол не сол психолог болады ма, бірақ оны арнайы оқытамыз. Сол курсты жасап шықтық, сертификациядан өткіземіз. Енді отырып балалармен, ата-аналармен соңғы 5 жылда 7-ші сыныптан бастап жұмыс істейтін болады ол адамдар. Мамандықтар қандай, мені білесіздер, өзім 4-5 жыл сонымен айналысқан, жаңа мамандықтар атылысы деген жобаны жасап шықтық. Қазақстанда қандай мамандықтар пайда болады, қандай өзгереді, қайсысы өліп қалады. Соны қазір ақырындап қолға алып, келесі жылдан бастап әр талапкерлерге жоғары сынып оқушыларда олардың ата-аналарымен жұмыс істейтін боламыз. Сыр өңірінде су тапшылығы күн тәртібінен түскен емес, оған қажетті мамандар даярлау ісі де заман талабы. Осы ретте ғалымдар ауыл шаруашылығы саласына қатысты мәселелерді көтерді. Қазіргі таңда үкіметтің 3 жылдық су қауіпсіздік бағдарламасы қабылданып жатыр. Соның негізінде бірнеше су саласына кадрлар даярлайтын жоғары оқу орындарын белгіледік. Біріншісі ол Тараз өңірлік университеті, уақытында атақты гидромелиоративті құрылыс университеті болған тұғын. Екіншісі Қазақ ұлттық аграрлық университет. Үшіншісі қазір сол Қорқыт Ата университетте қарастырылмақ. Неге десеңіз, су қауіпсіздігі қазіргі таңда Қазақстанның бүкіл экономикасына, әсіресе ауыл шаруашылығына қатты әсер тигізеді деген болжам бар. Үшінші үлкен бағыт ол қазіргі таңда Қызылорда өңірінде жастарымызды қалдыру. Неге десеңіз, өкінішке орай миграция өте жоғары, көбінесе Астана, Алматы, басқа өңірлерге шығып бара жатыр. Сондықтан білім сапасын көтерсек, жастар осында қалып, сапалы білім алуға да мүмкіндік тудырамыз. Аймақта бір мемлекеттік және екі жеке университетте 15 мыңға жуық студент білім алуда. Маман даярлау ісінде ұстаздарға артылған сенім жоғары. Жас маманға теориямен қатар тәжірибеде маңызды. Осы ретте министр Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің базасынан шетелдік ғалымдармен бірлесе отырып, көп салалы ауыл шаруашылығы зерттеу орталығын ашу жоспары бар екенін жеткізді. Қорқыт Ата университеті негізінде келесі жылы Сеул техникалық университетінің филиалы ашылмақ. Бірақ соның жанында біз агрономия, ветеринария, селекция және генетика ауыл шаруашылығына жақын болатын тағы да бір халықаралық серіктестікті іздеп жүрміз. Мүмкін Франциядан бір мықты жетекші генетика және селекция лабораториясымен бірігіп, Қорқыт Ата университетінің негізінде мықты көп салалық ауыл шаруашылық зерттеу орталығын ашпақшымыз. Кездесуде білім сапасын көтеру арқылы жастарды өңірлерге тарту жайы қызу талқыланды. Министр бұл бағытта ауқымды жобалардың бар екенін айта келе, елімізде шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарын ашу сәтті жүзеге асып жатқанына тоқталды. Мұнан соң Саясат Нұрбек аймақ тұрғындарын жеке қабылдап, сауалдарына құлақ түрді. Осы бөлінген гранттардың өзін бөлуде негізінен орталық вуздар алып кетеді. Казгу, Каргу, сосын Евразиялық университет. Енді мына жергілікті вуздарға жетпей жатады, аз мөлшерде бөлінеді. Соны жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, жергілікті вуздарды көтереміз деп. Соған бір жаңаша механизм ойлау керек па, қалай болғанда біздің ғалымдарымыздың қолы жету керек. Ең үлкен соғысы келесі жылға гранттарға 2 есе көбейттік ақшаны. Келесі 23 жылдан бастап. Мысалы, коммерцияландыру гранттары біздің ғылым қоры 400 беруші еді, қазір 1000 беретін болдық.
оның санын да көбейттік, құнын да көбейттік. Мына ННСтерді қазір реттеуіміз керек. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде Саясат Нұрбек жас ғалымдардың талап тілегін тыңдады. Гранттық қаржыландыру жобалары мен оқу жүйесіндегі қиындықтар министрдің назарына ұсынылды. Ғылым комитеті ұйымдастыратын конкурс болады гранттық қаржыландыруға. Сол конкурсқа біз өзіміздің жобаларымызды береміз. Жобаны ұсынамыз. Ұсынғанда мен мысалға осымен 4 жыл қатарынан болды. Өзімнің және үйде келіншегімнің екеумізде доктор PhD болғаннан кейін екеуміздің де атымыздан береміз. Сол кезде берілген жобалар барлық жалпы экспертизаның этаптарының барлығынан өтіп келеді, кезеңдерінен, 4 кезеңнен өтіп келіп, соңғы кезеңге келгенде бізде мына ұлттық ғылыми кеңес деген болады. Сол жерге келіп тоқтап қалады. Ананы табады, мынаны табады, сылтаулары өте көп. Сонымен сол мәселені қарастыруын, осы мәселеге байланысты біз енді Қорқыт Ата университеті өңірлік вуз болғаннан кейін, өңірлік жоғары оқу орны болғаннан кейін, осы мәселеге байланысты қандай шешімі болуы мүмкін, немесе өзінің бір белгілі бір осы болашақта ма шешімі болса деген мақсатта осы сұрақты, сауалымды қойдым. Жалпы кеңестің құрамын қайта жасақтау жөнінде оларға академиялық честность деген болады, академиялық шынайылық деген болады. Яғни барлық келіп тұрған жалпы заявка дейміз ғой, жаңағы өтінімдерге барлығына бірдей қарауды барынша тапсырып жатырмыз деген өзінің жауабын берді. Барлығы алдағы уақытта жас ғалымдардың шетелдік ғалымдармен тәжірибе алмасуына, шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында, ғылыми зерттеу институттарында өздерінің біліктілігін арттыруға үлкен септігін тигізеді. Осы бағыттағы шараларды алдағы жылдары одан әрі дамыту, одан әрі кеңейту бойынша бірқатар жобалар, жұмыстар жүзеге асырылмақшы. Осының барлығы жастарға үлкен қолдау болатыны, жастарды демейтіні сөзсіз. Министр кездесумен жеке қабылдауда айтылған әрбір мәселені жіті зерттеп, жеке бақылауыма аламын деді. Көпшіліктің көңіліне сенім ұялатқанда осы жауап, ал оның орындалуы уақыт еншісінде. Асқар Тәжиев, Айбек Қаржаубай, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.